Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен цезарь салатын дайындаймын. Сіздермен бөлісейін. Біраз черри помидорын алдым. Кішкене салатын елес 4-5 жапырағын жуып алдым, тазалап. Соломка қылып, тауықтың етін пісіріп, дайындап турап алдым. 1-2 бас чеснок турап алдым, қазір майонезге қосамыз. 2 жұмыртқа керек. Бір кішкене жарты қасықтай қара бұрыш керек. Жұмыртқаны 4-ке бөліп алайық. Жұмыртқаны суда 20 минут қайнатып пісіріп алдым. Помидорын түп жақтарын кесіп, бәрін кесіп дайындап алдым. Енді ортасынан бір бөлеміз. Мерекелік дастарханға өте керемет болады. Алдымызда жаңа жылымыз келе жатыр. Осылай цезарь салатын дайындасаңыздар болады. Майонезімізге енді чеснокты қосып араластырайын. Кішкене қасықтың ұшымен чай қасықтың қара бұрыш салам. Енді осыны мына тауықтың етінің үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Тауықтың етін жарты сағат пісіріп алдым. Суытып, өстіп соломка қылып турап дайындап қойдым. Соломка қылып турағыларыңыз келмесе, 4-5 кубик қылып турасаңыздар да болады. Енді салатымызды жинайық. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Құрметті көрермендер, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып. Мен үшін өте маңызды. Лайктарыңыз, комментарийларыңыз. Менің видеоларыммен бөліссеңіздер болады. Жолдастарыңа, туыстарыңызға. Өстіп жаңа жылда отбасыларыңызға дайындап қуансаңыздар болады. Осы дәмді салатпен.
Осылай әдемілеп. Енді бетіне теркадан өткізіп сыр саламыз қазір. Мінекей құрметті көрермендер, 10 минуттың ішінде осындай Цезарь деген әдемі салатымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.